Мен сіздердің алдарыңызға үлкен бір толғаныспен келіп отырмын. Маған мынандай ой туындады. Көріп отырсыздар, физикалық тәсіл, математикалық тәсіл. Бірақ бұл ой маған қайдан келді? Бұл ойға мені 11 сынып оқитын оқушым математикалық қабілет өте жоғары. Сол ойды осы оқушыдан алдым. Ол физикалық есептерді математикалық жолдармен шығарды. Енді қарап отырсам, физикалық тәсіл көп уақыт алады екен. Ал математикалық тәсіл өте қарапайым және де көп уақыт алмайды. Яғни, ол бала бірыңғай ұлттық тестілеуді тапсырған кезде физикалық есепті шығаруға жұмсалған уақытын математикалық тәсілмен шығарса, ол қаншама уақытын ұтады. Және мына формуланың барлығын ол жаттап, уақытында кетірмейді. Ендеше, бүгін мен сіздермен бөлісетін тәжірибем физикалық есептерді математикалық жолмен шешу. Мақсаты оқушының математикалық сауаттылығын арттыру, физика, математика пәндерінің байланысын нығайта отырып, физикалық есептерді математикалық жолдармен шешу. Кинематика. Кинематика дегеніміз не? Осыған тоқталатын болсақ, кинематика бізде механиканың дене қозғалысының геометриялық қасиеттерін, олардың массасы мен әсер етуші күшінің ескермей зерттейтін бөлімі. Кинематика классикалық механиканың бір бөлімі. Алдарыңызға мынандай есеп келіп тұр. Берілген график бойынша дененің жүрген жолын тап дейді. Бұл есепті шешудің физикалық тәсілін қарайық. Бірінші бала А1-ді тауып алады. Яғни дельта В-ның дельта Т1-ге қатынасынан. Екінші С1, яғни бұл бізде бірінші бөліктегі жүрген жолы. Екінші С2, ол жерде тұрақты болғандықтан жылдамдыққа уақытты көбейте салады. Үшінші В квадрат бөлінген 2А, яғни А3-ті тауып алу керек. Одан кейін барып, үшінші бөліктегі жүрген жолды табады. Төртінші амал келеді, осы үш бөліктегі жүрген жолдың барлығын бір-біріне қосып, соңында жауабы 135 метр алады. Енді математикалық тәсілге қарайық. Дененің жүрген жолын сол график берген шектелген фигураның ауданына тең. Яғни, трапецияның ауданы екі табанының қосындысының жартысына биіктігінің көбейтіндісіне тең. Мінекей, қарап отырсаңыздар, оңай ғана бір формулаға салып, есепті жауабын алдым. Қандай керемет. Қайық ені 50 метр өзенді көлденең жүзіп өтті. Өзеннің ағысы қайықты 30 градусқа бұрып жіберді. Қайықтың бастапқы көздеген орнынан қандай қашықтықта алшақтағанын табуымыз керек. Физикалық тәсіліне қарайтын болсақ, бала Пифагор теоремасы бойынша S-ті табады, және ол түбір асты болғандықтан S-ті квадраттайды. Үлкен шамаларды квадраттап, оның түбірден шығарады. Яғни жуып шамамен 29 метр. Ал енді математикалық тәсілін қараңыздар. Тік бұрышты үш бұрыштың, қарсы жатқан катеттің, іргелес жатқан катетке қатынасы тангенс 30 градусқа тең. Ендеше x тең тангенс 30 бен 50-дің көбейтіндісі. Ал түбір асты 3 дегеніміз жуық шамамен 1,7. Бұл жерде ешқандай көп есептеудің қажеті керек емес. Жауабы 29 метр. Кинематиканың тағы да бір есебін қарайық. Моторлы қайық суға қарсы жүзгенде 140 метр жолды 7 секундта өтеді. Егер қайық ағыс бойымен жүзсе 210 метр жолды 7 секундта өтеді. Ағыстың жылдамдығын тап. Енді физикалық тәсілін қарайық. Есепте Т1 мен Т2 бір-біріне тең. Ендеше Т1-ді табу үшін жүрген жолды ағыстың жылдамдығына қайықтың жылдамдығын қосып табады. Т2-ні жүрген жолды ағыстың жылдамдығынан қайықтың жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын азайтады. Т1 мен Т2 тең болғандықтан екі жағын теңестіреді. Осыдан
пропорцияның пайдаланып, екі жақты теңестіріп, орнына қойып келіп, ол бізде V2-ні V1 арқылы өрнектейді. Енді орнына барып қойып, V2-ні табады. Қаншама есептеулер жүргізді, қаншама формуланы есіне түсірді. Жауабын табады. Келесі математикалық тәсілге келетін болсақ, X-ті қайықтың жылдамдығы деп, Y-ті ағыстың жылдамдығы десек, мынандай екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін құрамыз. Жақшаны ашады да, теңдеулер жүйесін шешудің қосу тәсілін қолданып, Y-ті тауып алады. Ол 5 метр. Себебі Y-ті біз ағыстың жылдамдығы. X-ті тауып керек емес. Өйткені бізде есептің шарты бойынша тек ағыстың жылдамдығын сұрап тұр. Есепті оп-оңай шешіп салды. Бұл тақырыпты бұл балалар 6-шы сыныпта оқыған. Өздеріне таныс тақырып. Еш қиналған жоқ. Тек қана белгілеуді дұрыс енгізіп, теңдеуді дұрыс қана құрса, есеп өте оңай шығарылады. Енді физиканың тағы да бір саласы радиоактивті ыдырау заңы. Радиоактивті ыдырау заңы дегеніміз не? Радиоактивті ыдырау заңы атом ядроларының әртүрлі бөлшектер мен сәулелер шыға отырып, өздігінен түрлену заңы. Ендеше осыған бір есеп шығарып көрейік. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын 8 килограмм радиоактивті цезийдің 135 жылдан кейінгі қалған атомдарының массасы қанша дейді. Физикалық тәсілін қарайтын болсақ, ол мына формуланы еске түсіру керек, яғни n тең n нөлевой көбейту 2-ның минус т бөлінген период т-ға бөлінтісі. Орнына қояды, жауабын табады. Математикалық тәсілі 135-ті 27-ге бөледі, 5-ке тең. Енді 8-ді 2-ның 5 дәрежесіне бөлсе 0,125 килограмм. Яғни жауабы 0,125 килограмм. Балаға еш көп есептеу қажет болған жоқ. Оп-оңай шығара салды. Енді осы келесі есепті қарастырайық. Радиоактивті үлгінің анализі ондағы X элементтің 8 тәулікте 0,8 граммнан 0,2 граммға дейінгі кемігендігін көрсетті. X элементтің жартылай ыдырау периоды қандай дейді. Физикалық тәсіл. N-ді табады. N-дің нөлевойдың екенін белгілейді, яғни Т-ның 8 екенін тауып, бұл периодты табу керек. Алдындағы формуланы қолданып, ол біраз есептеулер жүргізеді. Жауабы 4 секунд екенін табады. Енді математикалық тәсілге қараңыздар. 0,8, 0,4 бір период, 0,4-тен 0,2-ке шейін 2 период. Ендеше 8-ді 2-ке бөледі, 4-ке тең. Жауабы 4. Енді міне қарап отырсыздар, физикалық тәсілмен шығарған есеп пен математикалық тәсілмен шығарған есептің қаншалықты екеуінің арасындағы айырмашылығын. Міне көріп тұрсыздар, физикалық тәсіл 4 амалдан тұрады, математикалық тәсіл 1 амалдан тұр. Физикалық тәсіл мен математикалық тәсілдің айырмашылығы ол тек 1 формуланы қолданды. Ал физикалық тәсілде түбірдің астынан шығарды, Пифагор теоремасын қолданды, қандай санның квадрат екенін тапты. Және ол жуық шамамен шығатын мән. Келесі есепте физикалық тәсіл мен математикалық тәсіл периодты тапқан қандай тамаша. Периодын ғана тапты да бөле салды. Оған есептеуге көп уақытта кеткен жоқ. Минутқа да жетпейді, секунд. Негізі 1,5 минут десе, бұл бала бір физикалық есепті белгілі бір секундта ғана шығарып тұр. Енді бұл мен 2 бөлімді ғана айттым. Жалғыз бұл 2 бөлімде емес, физиканың оптика бөлімінде де осындай физикалық есептерді математикалық жолмен шығаруға болады. Бұл баланың көп уақытын үнемдейді және ойлау қабілетін дамытады. 2 пәннің арасындағы байланысты түсінеді. Физика, математика, физика мен екеуінің арасындағы байланысты осы жерден жақсы көруге болады. Құрметті әріптестер, бүгінгі менің сіздерге берген ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.